Баршаңызға қайырлы күн достар, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Ауызашардың бүгінгі мәзірінде осылай тауық етін духовкада пісіретін боламыз. Олай болса соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тағамызды әзірлеуге кірісеміз. Ол үшін бізге осындай 2 сан тауық еті қажет болады. Көріп тұрғандарыңыздай үлкен бөлшектерге бөліп аламыз. Ал енді маринадтайтын боламыз тауығымызды. Ол үшін бізге дәміне қарай тұз, қара бұрыш және паприка қажет болады. 2 ас қасық майонез қосамыз. 2 ас қасық кетчуп қосамыз. Егер үйлеріңізде кетчуп болмаса, онда томат пастасын қолдансаңыздар болады. Содан соң бізге 3 тіше сарымсақ қажет болады. Сарымсақты алдын ала теркадан өткізіп дайындап қоямыз. Содан соң 1 ас қасық соя соусын қосатын боламыз. Мен осындай түрін қолданамын. Енді үстінен 3 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, енді осы қоспалардың барлығы бір қалыпты болғанға дейін, жақсылап сіңгенге дейін, жақсылап қолымызбен араластыратын боламыз. Мінекей дайын, енді жарты сағатқа бетін жауып маринадтауға қойып қоямыз. Ал енді оған дейін көкөністерімізді дайындайтын боламыз. Менде бұл жерде 1 келідей картоп және сәбіз, 1 пияз. Картопымызды тура видеода көрсетілгендей осындай ірі бөлшектерге бөліп тураймыз. Картоптарыңыз майда болса 4 бөлшектерге бөлсеңіздер болады, немесе үлкен болса 6 бөлшекке бөлсеңіздер болады. Мінекей картоптарымыз дайын. Келесі кезекте пиязымызды тураймыз, күнделікті тамаққа қолданып жүргендей етіп. Пиязымыз турап болғаннан соң картопымыздың үстінен салатын боламыз. Ал ендігі кезекте сәбізімізді турайтын боламыз. Көлемділеу, бірақ жұқа қылып тураймыз, себебі духовкада сәбізіміз пісу уақыты өте ұзақ болады. Сол үшін көлемді және жұқа етіп тураймыз барынша. Сәбізімізді де жаңағы көкөністердің үстінен салып аламыз. Енді дәміне қарай тұз қосамыз. Тұзды көп қоспаңыздар, себебі тауығымыздың тұзы жетерліктей. Және кішкене қара бұрыштан саламыз. Шамамен 2-3 қасықтай сұйық майымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, содан соң пергамент төселген противенімізге орналастыратын боламыз. Орналастырып алдық, енді үстінен жаңағы маринадталған тауығымызды саламыз. Достар, қазақша фудблогтың, қазақша контенттің дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да кереметтей рецепттермен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай әрі қолжетімді. Орналастырып болған соң қысып тұрған 180-200 градус пеште шамамен 60-90 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Өйткені өзінің шырыны бөлініп, өте дәмді болып шығады. Иісі деген бөлмені алып кетеді. Түрі деген тәбет ашарлықтай болып тұр. Барлығы жұп-жұмсақ болып пісіп шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.